Дәл осындай сочный, дәмі аузыңда қалатын, үйдің кішісі мен үлкені жасап беруді қайта-қайта сұрайтын осындай сочный манты жасағыңыз келеді ме? Онда осы видеоның соңына дейін тамашалаңыз. Және де менің каналыма подписаться етіп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыз. Видеоның соңына дейін тамашалаңыз, себебі ішінде көптеген лайфхактарменен бөлісемін. Ал бисмилля, кеттік, бастаймыз. Мантыны жасау үшін ең әуелі қамырын дайындап алайық. Ол үшін бізге ұн және де жұмыртқа, татымына қарай тұз, 400 грамм су қажет болады, және де сүт керек. Менде сүттер осылай морозильникте ыдысқа құйылып арнайы қатырылып қояды, себебі кез келген уақытта пайдалануым үшін керек жағдайда. Сол сүтті ерту үшін мен 200 грамм ыстық су құйдым. Сол 200 грамм ыстық суға мен қатырылған сүтті саламын. Ал сіздерде сүт болатын болса, 5-6 ас қасық сүт құя берсеңіздер болады. Сүт қоссаңыздар, қамырларыңыз тегіс жылтыр әдемі болып шығады. Татымына қарай тұз салып, қалған 200 грамм суды құйып, жақсылап араластырамыз. Енді жұмыртқа, бір дана жұмыртқамызды салып, барлығын жақсылап араластырып, дайын болған масалығымызға ұнды електен өткізе отырып саламыз. Ұнның мөлшері өздеріңізге қажетті, көз мөлшерінде су көлеміне қарай ұнды пайдалана бересіздер. Міне қамырымыз дайын болды. Енді қамырымызды шетке қойып, бетін жауып, енді масалығына кірісеміз. Мантының масалығына бізге ең әуелі фарш, ет тартқыштан арнайы өткізілген, және де алдыңғы соғым жайлы видеода мен ішмайлардың барлығын ет тартқыштан өткізіп дайындап қоям дедім. Сол ішмайлардың барлығы қосылған, яғни баланың көзіне көрінбейді. Піскен кезінде де фарштың ішінде жүрмейді. Және бізге капуста, яғни қырыққабат, және жуа, яғни пияз қажет болады. Мантыда дәмді болу үшін бірге бір, яғни 1 кило фарш болса, 1 кило жуа қосылу керек, және 5-6 дана картоп. Менде бүгін корейский капуста, осыдан 5-6 жапырақ алдым. Сіздерде кәдімгі күнделікті қолданатын капуста болатын болса, соның жарты бетін аласыздар. Капуста не үшін қосамыз? Капустаны дәмі сочный болу үшін қосамыз. Және де қатты жерін, капустаның жапырақшаларының қатты жерін, яғни өзектерін алып тастаймыз. Оны мүлдем қоспаймыз. Капуста қосып көріңіздер, сіздерге кеңес берем. Дәмі сочный болғанда жасап көрсеңіздер, рахмет айтатын боласыздар. Және де кориандр қосамыз. Кориандр молотыйды мен ет тамақтың, барлық ет қосылған тамақтың бәріне саламын, себебі дәмі өте керемет болады. Молотой кориандрды 1 ас қасық фаршқа қосып жібереміз. Барлық масалықтарды, яғни қырыққабат, пияз, картоп, фарш, молотый кориандр, татымына қарай тұз салып, қызыл бұрыш, қара бұрыш салып араластырсаңыздар да болады. Өз қалауларыңыз, барлығын араластырып осылай дайындап аламыз. Иленген қамырымызды дәл осылай жұп-жұқа етіп жайып аламыз. Өте жұқа болғаны жақсы, әсіресе қамырдың шеткі жағы. Дәл осылай 4 бұрышты етіп бөліп аламыз қамырларымызды, барлық фарштарымызды салып түйіп шығамыз. Түйіп алған мантыларымызды мантоварканың листына, яғни астына май жағып, листтарымызды майлап, мантыларымызды салып, мантының бетінде сұйық маймен майлап аламыз. Түйіліп дайын болған мантыларымызды қайнап тұрған судың бетіне 45-50 минутқа қойып, бетін жабамыз. 50 минуттан кейін тамағымыз дайын, яғни сочный, өте жұмсақ, қамыры жұқа, дәмі ауызда еритін мантыларымыз дайын болды. Осы видео сіздерге ұнады деген ойдамын. Пайдам тисе қуанамын. Осы мен ұсынған рецепт бойынша жасап жатырсаңыздар, жасап көрдім деп қалай шыққанын комментарийға қалдырып өтіңіздер. Менің каналыма тіркеліп, подписаться етіп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Құрметті достар, алдағы уақыттарда және де басқа тағамдардың, яғни қазақша рецепттермен бөлісуге әрекет етемін. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Мен сіздерді жақсы көремін. Ас болсын.